және де соңында сөз салып жұптыққа ұласып артынан тойға ұласқан біздің кереметтей осы студиямыздың бүгінгі жарық жұлдыздары. Орнымыздан тұрайық, мойнымызды бұрайық, шапалақтың шаттығымен, Сұлтанбектің тәттінімен қосақ құдай жарасқан екі жаста Әділет пен Әсемді қарсы алайық. Қошемет беріңіз. Айтасыз ба? Әсем мен Әділет ортада сондай әдемі болып, жарқырап, көз бөлек тұрамыз дейді. Жақсы, жақсы. Сосын біліп қалса, вот мені таңдағаныңызға сосын ата-анаңыз қарсы шығып, сізге бір нәрселерді айтса, сіз мені... Ой, қойыңыз, сіз бір қатты қорқытып солай бірден айтып жатсыз. Жоқ, маған маңызды, чтобы ер азамат мені защищать еткен. Сізді қорғау керек, иә? Ал егерде анаңызбен, ата-анаңызбен арамызда жаңағы сөйлесе алмай қалып жатсақ, түсінбестіктер болып жатса, сіз мені қорғайсыз ба деп сұрап жатыр? Иә, қорғаймын. Бірақ енді ондай болмайтын шығар. Саиданың мінезімен мен ойлаймын, бір артық бір ұрыс шыға қоймас дегендей. Иә, Тимур. Ассалаумағалейкум, орынбасар деді ғой, қош келдіңіз. Мен ойлаймын, үміткерлер келеді ғой, сол кезде ата-анасымен бір ақылдасу керек сияқты. Себебі қанша үміткер келеді, одан кейін көбіне ата-анасы қарсы болып келе алмай қалған үміткерлер бар. Сұрағысы келіп отқан сол шығар. Сіз жалпы өзіңіз шешім қабылдайсыз, әлде шешім қабылдарда үйдегілермен ақылдасасыз? Өзім шешім қабылдаймын. Перизат. Саламатсыз ба? Ескі ара қатынасыңыз туралы айта кетесіз бе? Ау? Ескі ара қатынасыңыз туралы айта кетесіз бе? Бұрынғы ара үйленгенсіз бе или жоқ? Бұрын отбасылы болғансыз ба, үйленгенсіз бе? Ажырасқанмын. Балаларыңыз бар ма? Жоқ, балалар жоқ. Қанша уақыт бұрын ажырасып кетіп едіңіз? Біршама уақыт болды. Бір жыл дейсіз бе? Иә. Себебі не? Айта кетесіз бе? Себебі отбасылық жағдайға байланысты ажырасуға тура келді. Сіз білесіз ғой, Саиданың баласы бар. Баласымен қабылдаған даярсыз бе? Иә, баласымен қабылдай берем. Бірақ сіз айтып жатасыз, мен ата-енем білбейді деп. Бірақ ертең ата-енеңіз қарсы болса, сен ажырасқан қызға келіп берсең, тем более бұның баласы бар екен деп айтса не қыласыз? Жоқ, қарсы болмайды. Боласыған мен сұрақ қоя кетсем осы ойда. Нұржан. Қош келдіңіз, орынбасар. Сізден жаңа жақтамын. Тойханада администратор деп қалдыңыз. Сол Түркістан облысының нақты қай жерінде тұрасыз, және тойхана Түркістанда ма или Алматыда ма? Негізі жұмыс бабымен осы жақта Алматы қаласында келдім, жұмыс жайында. Осы жақта администратор болып жасайсыз ба сонда? Иә. Енді Баласақан жаңа Саиданың айтуы бар да, менің балама әке бола алатындай адам керек депші. Сіз енді басқа бөтен балаға әке бола аламын деп ойлайсыз ба өзіңіз? Сол жағынан өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Иә, үлгілі әке бола аламын. Саида, өзіңіз айтайын деп жатыр едіңіз. Мен сұрағым келгені, келешекте біз Алматыда тұрамыз ба? Или Түркістан облысында? Алматыда. И сосын мына жерде айтып жатыр ғой, әке бола аласыз ба деп. Негізі менің баламда әкесі бар, и өміріне араласып, көмектесіп тұрады қазір. Сандуғаш. Қайырлы күн, Баласақан. Орынбасар, қош келдіңіз. Сіз арақатынаста қандай адамсыз? Қызғаншақсыз ба? Және де отбасыңызда неше ағайындысыз? Сіз нешіншісі боласыз? Қызғаншақпын дегенде орынмен қызғанам. Бірінші сұрақ біліп алам, қандай адам екен. Егер дұрыс емес жағы дұрыс емес болса, дұрыс емес деп айтам. Дұрыс болса, дұрыс болып айтам. Отбасыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Отбасым жайлы мен өзім жалғызбын. Айдана, сұрақ қоя кетсем. Қош келдіңіз. Енді мен жаңа сұрағым болып тұр да, Саида айтып жатыр ғой, бұрынғы күйеуіммен баламның арасында байланыс бар деген сияқты. Енді сіз баланың бұрынғы өзінің енді әкесімен араласып тұруына қаншалықты қарсы боласыз? Немесе, қарсы емессіз бе? Және де өзіңіздің бұрынғы әйеліңізбен әлі де байланысыңыз бар ма? Жоқ, мүлдем байланысыңыз үзілген бе? Бұрынғы әйелімен байланыс үзіліп кеткен. Ал Саиданың бұрынғы күйеуімен байланысы болғанына қалай қарайсыз? Қарсы болмайсыз ба? Қарсы болам. Бірақ бала үшін араласса? Бала үшін араласқанына? Иә. Қарсы боласыз ба? Иә. Енді Саида бұған қалай қарайды екен деген сұрақ болып тұр.
Боласа ханым, осы жер маған кішкене ұнамады, себебі қандай болса да, это оның родной әкесі, и ондай қарсы болу мен үшін біртүрлі болып жатыр, потому что это же его отец. Сіз түсіндіңіз бе негізі сұрақты? Түсінбей қалған сияқтысыз. Бала үшін енді баланы көріп тұрады дейді, көмектеседі дейді. Сол кезде бұл кісілер көрісіп қалуы мүмкін, сол үшін араласуы мүмкін. Оған қарсысыз ба деп сұрап жатыр. Жоқ, қарсы емес. Оған қарсы емессіз ғой? Жоқ. Баласы ханым айтасыз. Қайырлы күн, Баласы ханым. Иә, Назым. Қош келдіңіз. Мен сұрайын деген ғой, сізден барлығы идеально көрсетіп жатқан сияқты да. Бұл кісіші барлығына көніп жатыр, келе салып. Мен ойымша Саидаға келмейтін сияқты, бұл ер азамат. Саиданың типажындағы жігітті енді көрдік қой, Ғалымжан сияқты жігіттер ұнайды ғой Саидаға. Мен ойымша келмейтін сияқты. Саида? Маған негізі бойы ұзын. Ғалымжан сияқты жігіттерді басқа қыздардың ұнатқанына қарсы емессіз ба? Жоқ, енді қарсы болатын шығармын бәлкім болашақта. Екеуміз құрбымыз ғой. Бұл кісі білмейтін сияқты бірақ.